Патологиялық рефлекстерді және конустарды тексеру. Патологиялық рефлекстерді тексеруді біз оральды автоматизмнің патологиялық рефлекстерімен бастаймыз. Ол кезде бірінші біз еріннің екі жағындағы мимика құлшылықтеріне тітіркендіріп көреміз. Патологиялық жағдайда ол тітіркендірген аймаққа қарай мойнын бұрып іздеу рефлексін балалардағыдай көрсететін болады. Сору рефлексі. Ол кезде біз ерніне шпательді қоя отырып, кішкене аузыңызды ашыңыз, ерніне шпательді қойып, соның сыртынан неврологиялық балшықпен ұрғылап көреміз. Егер де осы жерде сору рефлексі патологиялық түрде болатын болса, науқас еріндерін дөңгелек етіп, сору рефлексінің көрінісін көрсетеді. Бұл жерде ондай болған жоқ, яғни патологиялық рефлекстер анықталмады. Маринецко-Радович рефлексі. Ол кезде біз науқастың үлкен саусағының сыртқы аймағын осылай тітіркендіріп көреміз. Тітіркендірген кезде бізде ауыз бұлшықеттерінің жиыруын, жазылуын патологиялық жағдайда көретін боламыз. Бұл жерде ондай рефлекс көрінбеді, яғни патологиялық рефлекс жоқ. Растолима рефлексі. Бұл кезде науқастың қолын алып, екінші, төртінші саусағынан осылай тартқылап көреміз. Бұл жерде патологиялық рефлекс болғанда науқастың қолында діріл сақталатын еді. Бұл жерде ондай діріл болған жоқ, патологиялық рефлекс анықталмады. Бехтер рефлексі. Ол кезде біз науқастың қолының сыртқы кисттарынан ұрғылап көреміз. Сол кезде науқастың саусақтарының кішкене бөлгендігін көреміз. Ол қалыпты. Жуковский рефлексі. Ол кезде осының керісінше қолдың ішкі негіздерінен ұрғылап көреміз. Сол кезде саусақтардың ішке қарай бүгіліп, жазылып, процестерге түскендігін көреміз. Якобсон рефлексі. Ол кезде біз науқастың осылай қолын қойып, шығыңғы сүйектен ұрғылап көреміз. Сол кезде білезік аймақта қолың жиырылғандығын көреміз. Біз патологиялық рефлекстерді аяқтадық, енді конустарды тексереміз. Ол үшін науқастың қолын алып, осылай ағамызда артқа қарай барынша итереміз. Сосын босатып көреміз. Сол кезде патологиялық жағдайда қолында діріл сақталып қалады. Бұл жерде ондай ешқандай діріл анықталған жоқ. Яғни патологиялық рефлекс анықталмады. Тізе рефлексі. Науқас ұзына бойына аяқты созып отырамыз. Сол кезде біз тізені барынша артқа қарай ығыстырамыз. Жіберген кезімізде осы жерде діріл анықталған болса, ол патологиялық рефлекс. Бұл жерде ондай діріл анықталмады. Одан кейін табан рефлексі. Табанында дәл осылай науқастың артқа қарай қайтарамыз. Артқа қарай қайтарап отырып, жіберген кезімізде науқастың аяғында діріл пайда болса, ол патологиялық рефлекс, ал пайда болмаса, ол қалыпты деген сөз.